Ассалаумағалейкум қазақ елі, достар, қалайсыңдар? Міне бүгін Жұмабай Абсалямов ағамыз қасында. Аға, міне сізді түсіріп жатырмын. Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыңдар? Иә, и міне Руза Бейсенбай тегі біздің Руза апайымыз отыр. Рахмет, мен мына екі жігіттің, енді кешіріңдер, достойный дейді ғой. Енді осындай екі жігіттің ортасына отырғаныма мен өзім мақтанып отырмын. Мықты, кешірімшіл, әркім бір кішкентай қатесі болса, ұлттық мүддені үстіне қоятын, үстіне өздерінің жеке мүдделерін астына қоятын. Осындай жігіттермен біздің керекудің мықты отырмын мен. Рахмет, енді мен кішкене айтайын, енді жаңа ғана міне ағамызбен қасына отырайын. Аға, отырмыз, бәрі жақсы, ағамызға құрмет. Мен жаңа ғана стримда айттым, миллионнан қазақтардан осы ағамыз қазақ тіліне талап етіп, қазақ тіліне жан ашып, мен сол үшін әрқашан сыйлаймын. Жаңа ғана енді ағамызбен сөйлестім. Егер мен жақтан аға қателіктер болса, ренжімеңіз, кешіріңіз, бір-бірімізге жау болмай, бір-бірімізге аға інім болып, осылай құрметтеп, нетіп, маған өзіме осындай негізі ұят, енді жарайды, енді болады түсінішпейліктер, непонимание былай айтқанда. Сол ағамыз. Енді қазақ еліміз сізді қарап жатыр, енді өзіңіз пікіріңізді айтыңыз. Армысың қазақ елі, бүкіл қазақ жанашыр адамдар, біздің елдің азаматтары, осындай жас жігіттер жас сияқты аман есен болсын. Рахмет. Мына Диас жаңа менің алдыма келіп, екеуміз бұрын түсінбеген жағдайды талқылап, бір-бірімізді түсініп жатырмыз. Әркім өзінің қатесін мойындап, бір-бірімізге кешірім сұрап жатырмыз. Мен ондайды мойындаймын, өйткені екі қазақтың арасында қаны, жаны, пиғылы, елім, жерім деген бір болу керек. Амин. Бір ауыздан шығу керек. Сондықтан Диас бауырым, сен менің алдыма келген өте ризамын. Осылай әрдайым өмір алда ғой. Мына сенің ұмтылысың, қазақ үшін, жер үшін, ел үшін деген ұмтылысың бәрі алға бассын. Амин. Мен сені қолдаймын. Рахмет ағасы. Рахмет. Енді бұлай кішкене әзілдеп ойнап айтайын. Диас бауырым, мен сені жақсы түсінем, саған да бір өтесе маған айт. Рахмет. Руза апайымызға міне риза болып отыр. Руза апайымыз бізді негізі, мен өтірік айтпай қояйын, маған бүгін әке шешем ұрысты. Немене үлкен кісімен байланысып жүрсін. Руза апайымыз да қанша, енді мен Руза апай әрқашан ұрса да мен ешқашан ренжімеймін. Енді осындай бізде Аллаға шүкір, қанша еңбегі бар, ағамызда да еңбегі бар, бізде де кішкене енді еңбегіміз бар. Аллаға шүкір, енді осылай бір-бірін қолдап нетіп жүре берейік. Сол қазақтарымызға бәрімізге үлгі болайық. Енді егер қалай жаман елде бір-біріне қатын дейді, жақсы елде бір-біріне батыр дейді. Сол үшін қандай батыр болайық, бір-бірімізді қолдайық, бәрі жақсы болсын. Ағамызға тек денсаулық тілеймін, аман болыңыз. И жаңағы біз тақырыпты талқылап жатырмыз да, мына жерде автокомбинат дедіңіз, автокомбинат. Сол өкінішке қарай міне ағамыз да айтады, Руза апайымыз да айтады, анау не қызмет көрсетпейді қазақ тілінде. Менде білмеймін, көп бір ондық емес, бәленбай ондық видео бар автокомбинаттың, қалай мені лақтырып тастаған. Панченко дедіңіз ғой, фамилияны бастығы, видео дәлелдер менде толып тұр, ютубта толып тұр, фейсбукта бар. Тура әсіресе ол қалай солай болды, солай жүр. Екі сөзді жаттатпай өздерінің несіне. Ондай қазақ тілді білетін кісілерді алмайды, анау неде істейтін кондуктор ретінде, тек қана орысша қызмет көрсетеді, оларда. Олардың қызметкерлері, қазақтың қызметкерлері қазақ тілімен сөйлемейді, тек қана орысша. Панченконың таңдауы сол болып шығып тұр қазір. Сол үшін анау Панченкоға үндеу жасағым келеді. Панченко, вы прекращайте страдать вот этим вот со своей стороны шовинизмом, да, отсутствием предоставления информации на государственном языке. Мы, в свою очередь, будем сейчас подключать общественность, чтобы помочь Жұмабай ағамызға и Руза апай, сколько об этом. Так дело не пойдет, олай болмайды. Қазақ республикасында қазақша қызмет көрсетуге должны обслуживать, обязаны, согласно. Скажи, что уже инвалидов не запускают. И прекращайте его булить, не пойдет это. Вот человек незрячий, да, тоже проявите со своей стороны уважение, да. Вот я тоже, вот мы сели, встретились, вот чай попили, да, пообщались, вот так вот, видите, и ничего ни от кого не убыло, все нормально. Я советую вам сделать так же перед, как говорится, старшим братом нашим извиниться, принести извинения, и пусть ваш парк предоставляет, да, получается, обслуживает нормально, не так, как вот сейчас с ним происходит. Специально это вот вам я на вашем родном русском языке сказал, чтобы вы поняли. Егер қазақша айтсам, тағы да түсінбейтін шығарсыз, енді білмеймін. Жарайды, енді Руза апай, аман болыңыз, Руза апай, сізге тек қана сәттілік тілеймін, Алла разы болсын. Сізге де, аға, мен айтайын дегенім, қазақтың жігіттері, қыздары, әсіресе жігіттері, Қошқар Мүйіз сияқты енді бір-бірімен сондай келіспеушілік болып жатса, үлгі алыңдар. Менің арманым енді білет, мені көріп отырған, білет қандай адамдар ылғимен татуластырып, маған сол қаншама қиын болды, бірақ та татуластыра алмадым. Бірақ та арманым осы қазақтың жігіттерін, кім ұлтым, тілім, мемлекетімде жүретін
барлығы тату бір бағытта жұмыс істесін деп менің өте үлкен арманым бар. Сол соңғыны айтайын. Амин. Айта беріңіз. Иә, тағы да айтатын, құрметті қазақ елі. Мына біз қазақ ұлтшылдар, жанашырлар, мен айтатыным, мына біздің қазақ тіліміз бұл құдық қой, тұнық сумен толған. Соған түкірмей, бәріміз бір болып, тілімізді сақтап, бағып, сөйлеп алдына қарай үлестіріп, бір болып, тілімізді жерге тастамай, еліміз бір болсын. Амин, амин.